Topaşlarını aldırıp Nurayna және Айария. Жаңағы мына берілген бұл берілген бағалау парақшасында әрбір топашысы Нурайна жаңағы Алдира Айару әрбір сұраққа дұрыс жауабына бір ұпайдан қойып отырасыздар. Үй тапсырмасынан бастап сабақты қорытындылағанға дейін бір ұпайдан беріп отырасыздар. Иә? Түсінікті ғой? Оқушыларға. Топтарыңызда оқушыларға және өздеріңізде қоса бағалап отырасыздар. Ендеше, өткен білімді еске түсіру мақсатында берілген тұжырымның ақиқат немесе жалған екендігін анықтаңыз. Біріншісін Алдира бастап оқи қойыңыз. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы бірінші мемлекеттік билік үш тармаққа бөлінеді. Оқушылар, ақиқат па жалған ба? Дұрыс. Айдана. Тәуелсіз Қазақстанның алғашқы конституциясы 1993 жылы 28 қаңтарда қабылданды. Арсен, үшіншісін оқи қойыңыз. Халық пен мемлекеттің атына сөйлеу құқығы мемлекет есілі. Жалған. Жалған болса дәрежесін деген жалған. Төменгі палата. Төменгі палата. Төменгі палата сената деп аталады. Сенат деп аталады. Келесі. Бұдалет. Қазақстан Республикасы Конституциялық кеңесі жүргізіліп тұрады. Ақиқат жақсы. Бексұлтан, соңғысын оқи қойыңыз. 1989 жылы жасыл майдан антиядролық қозғалыс құрылымы құрылды. Жалған. Себебі бұл жерде жасыл майдан деп аталып тұр, ал ол кезде Неведа Семей деген аталады. Жақсы, ендеше жауаптар тексеріп көреміз, иә? Айтқандарыңыз дұрыс, иә? Жақсы, келесі жауаптар тексеріп көрейік. Тамаша оқушылар. Маған қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Мен эмблемасын беруге қалай ойлайсыздар? Аяғы айтамын. Жалпы бұл суреттерде ең бірінші әлемнің планетасын бейнеленген және Қазақстанның жер көлемі және де көптеген ұйымдардың белгіленген, мысалы ислам ынтымақтастығы, біріккен ұлттар ұйымының деген сияқты ТМД елдерінің белгілері, ұйымының белгілері белгіленген. Жақсы, ал бүгінгі сұрақпен қандай байланысы бар деп ойлайсыз? Қазақстанның бүкіл әлеммен қарым-қатынасы, қауіпсіздік жайлы қарым-қатынасы деген тақырыпқа деп ойлаймын. Жақсы. Келесі Алдира, сен айтып беру. Халықаралық ұйымдар дегенде қызметі қандай? Халықаралық ұйымдардың қызметі халыққа қызмет ету. Тағы толығырақ қандай мәселелер бойынша елдер бірігеді? Қандай мәселені шешу барысында? Қазақстан мысалы экономикалық, әлеуметтік жағдайларын шешуге басқа мемлекет және Қазақстан болып екеуі бірігіп шешеді өз арасында. Жақсы, браво. Яғни оқушылар халықаралық ұйым әлеуметтік, саяси, мәдени, ғылыми-техникалық мәселелер бойынша елдердің не істеуі? Бірігуі, халықаралық ұйымдар бар және аймақтық ұйымдар бар. Халықаралық деп атайтын тұрғандай әлем елдердің барлығы бірігетін ұйым, ал аймақтық деген тек қана бір материктегі бірігу деп айтуға болады, иә? Жақсы. Жаңа оқушылар қарай қойыңыздар. Жаңа аталған эмблемалар. Ислам ынтымақтастық ұйымы, Шанхай ынтымақтастық ұйымы, тәуелсіз мемлекеттер достастығы, Орталық Азия ынтымақтастық ұйымы және Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы. Бүгінгі күні жазыңыздар қойыңыздар дәптерлеріңізге. Сабақтың тақырыбы Қазақстан халықаралық құқық сөйлемесі деген тақырып. Бұл тақырып бізге 2 сағатқа берілген, бүгін алғашқы сағаты. Тәуелсіз Қазақстан Республикасының халықаралық аренда танылуы баға беру. Танылуына баға беру. Оқушылардың оқу мақсатына назар аударайықшы. Бүгінгі сұрақта неге қол жеткіземіз? Сабақ мақсатын анықтап көрейік. Не үйренеміз, не меңгереміз, қалай ойлайсыздар? Амандық, пікір амандық. Тақырып амандық. Не үйренеміз бүгінгі сұрақта? Мысалы, тәуелсіз Қазақстанның бүкіл әлемге танылған жетістіктерін, аренада жеткен жетістіктерін бүгінгі сабақта басқа Надалет сенің пікірің қандай? Неге қол жеткіземіз, қалай ойлайсыздар? Не үйренеміз? Я даусын тоқтап осы жас мемлекеттің
жасайтын болғанымызды басқа әлемдерге таныту. Қалай таныту? Қалай таныту? Қазақстан ең алғаш тәуелсіздікті алған жылдары қандай ұйымдарға мүше болды, қалай аяқтан тоқтап осы мәліметтер барлығын бүгінгі сұрақта алатын боламыз. Жақсы, енді бағалау комитетіне назар аударайық. Бүгінгі сұрақта оқушылар елші әдісі арқылы Қазақстанның халықаралық ойынға кірігуін талдаймыз және тұтыныс формуласы арқылы халықаралық аренада Қазақстан рөлі қандай болды, соған баға береміз. Енді оқушылар, мысалы біз тәуелсіздік қай жылы алдық? 91 жылы 16 желтоқсан. Бұған дейін біздің елімізге әлем елдері неге жағымсыз көзқарастар тарады? Оған не себеп болды? Ойланайықшы. Өткен бірін еске түскенші. Мысалы біз 91 жылға дейін КСРО-ның отаршылдығына болған ел болдық. Жалпы отаршыл ел болды, сосын бізде ядролық қарулар көп болды. Біз мысалы басқа елдерге қарағанда ядроның ең қауіпті дейін ең жарылғанда ауданның көп алатын ядролық қарулардың барлығы Қазақстанда болды. Мысалы ядроның өзі бүкіл әлем түгілі планетаның барлығын жарып жіберуге дейін жақсы. Енді осы Семей полигонын ашу қай кезде қалыптасып еді? Қандай соғыстың салдарынан? Еске түсірейік, дүниежүзілік тарихын алған бөлімдерімізді. Не болды еді? Бірінші дүниежүзілік соғыс бітті, әлемдегі ұлы держава ретінде қай ел танылып еді? КСРО-дан бұрын. Бірінші орында ақш, ал КСРО оған бәсекелес бола алмады, себебі онда не болмады? Ядролық қару болмады. Сол себепті 47 жылы ең алғаш рет енгізілді. Сынақ алаңын енгізілген бар. Ал Семейде осы алғашқы сынақ алаңдар қай жылы жабылды? 49 жылы, иә? Жақсы, осы Семей полигоны қай жылы жабылды? 29 тамызда. Жақсы, еліміз осы полигонды жабу арқылы әлемге қандай ел ретінде танылды? Алғашқы өз еркімен бейбітшілік ел ретінде танылды. Енді осы бейбітшілік ел болғаннан кейін экономикамызды көтеру мақсатында неге мүше бола бастады? Біріккен ұлттар ұйымы? Иә, ең алғаш рет халықаралық ұйым Біріккен ұлттар ұйымына 92 жылы 2 наурызда мүше болды. Ал аймақтық ұйым тәуелсіз мемлекеттер достығы деген, иә. Жақсы, еліміздің тәуелсіздігін ең алғаш мойындаған ел қандай ел? Түркия. ақш жақсы. Енді Жақсы оқушылар, ендеше тұрғашылар алдарында тұрған елші мәлімет бар, иә? Алдарыңызда тұр ғой, мәлімет. Сол мәлімет бойынша 3 топтық мәтін берілген мәтін бойынша елші Қазақстанның халықаралық сахна ашуын топтарға барып түсіндіреді. Яғни ең алдымен өздеріңіз оқисыздар, топ басшылары осы берілген мәлімет бойынша оқи отырып, өз топтарыңызға бірінші түсіндіріп аласыздар да, сосын келесі топтарға барып елші ретінде түсіндіріп жүргізесіздер. Яғни Нұрайна Аярудың тобына ұрса, Айару Алзираның тобына осылай жүре бересіздер, иә? Түсінікті ғой. Ал ендеше баста өзіміз оқимыз және топтарға түсіндіретін боламыз. Ең алдымен өз тобымызда талқылап аламыз. Айтқан кезде оқушылар түртіп жазып отырамыз әпкелерімізге. жаңа технологияларды енгізу үшін осы елшілеріміздің түсіндіргенін бүгінгі дискриптор тапсырма бойынша, құрған дискриптор бойынша өз ойларыңызды айтамыз. Бастап біріншісін Аида, біріншісі бойынша. Қазақстан Республикасының халықаралық қауымдастықта қимылын анықтайды. Өзінің Қазақстанды басқа елдерге дамытуы, Қазақстан
халықаралық дәрежесін мойындауы, басқа елдермен байланыс орнатуы, қарым-қатынас орнатуы. Стайкам тоқтырып, Айдана, тоқты жүр. Жалпы жаңағы 1991 жылы тәуелсіздігімізді алғаннан кейін басқа елдерге назар аударған жоқ. Біздің елімізге көптеген 1991 жылы соңында 8 мемлекет кіріп таныды. Бізде сосын 70 мемлекетпен дипломатиялық қатынас орнатылды. Және де осы орнатқаннан кейін бізге осы тәуелсіз мемлекетте достығы ТМД арқылы құрылды. Қазақстанның 1992 жылы 2 наурызында Біріккен ұлттар ұйымы мүше болып табылды. Біздің бірінші Қазақстанның қалыптары ол Түркия болды. Жақсы, тамаша. Екіншісі, Бексұлтан, оқи ғой, екінші. Республиканың сыртқы саясатындағы негізгі бағыттардың талдады. Өзіңіз айта алыңыз. Сыртқы саясатында негізгі бағыттарын талдадық деп отырық қой, Қазіргі Қазақстан тарихындағы маңызды мәселелердің бірі. Аяғы тоқты жүр өзіңіз. Жалпы бұл Алдиран түсіндірген екінші түсіндірген тақырыбы болды. Қазақстан Республикасының сыртқы саясатындағы негізгі бағыттарды талдадық. Жалпы біз бұл тақырыпта жалпы Қазақстанның мысалы басқа елдермен қарым-қатынасы, саяси қарым-қатынасын нақтылап талдай өттік. Мысалы олар қандай қарым-қатынаста болды, ол қандай мысалы ұйымдарға мүше болды, неше жылдары мүше болды, неліктен мүше болды, сол сияқты бір-екі сұрақтарға Алдираның түсіндірген тақырыбы бойынша біз осы сұрақтарға жауап ала алдық. Жақсы, рахмет. Келесі. Нұрдәулет оқи ғой келесі үшіншісін. Қазақстан әлеуметтік экономикалық қатынастан оны сипаттайды. Сипаттады бердіңіз, иә? Мемлекеттің орнатудың алғашқы кезеңінде Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті Назарбаев елдің сыртқы саясатына экономикалық мәселелерге ерекше назар аударды. Алдира тоқтырады. Сосын елде болып тұрған мәселені шешу үшін елге көптеген инвестиция құйылды. Инвесторлар тартылды, инвестиция деген. Басқа елдердің немесе бір ауқатты тұлғалардың бір затқа Фабрика заводтар ашу үшін не құйылды? Үлкен көлемде осы инвесторлардың арқасында не істеді? Фабрика заводтарымыз дамыды деп айтылды. Қаражаттарды. Иә. 2000 жылдарда Алматыда өткен бірінші Еуразия экономикасы саммиті өтті. Жақсы, отырамыз. Енді келесі оқушылар енді рандом шеңберін айналдыра отырып түскен жаңа қай сан түседі, сол санды мына жерден алып кез келген оқушы жауап береміз. Ең алдымен бірінші айналдырайын. Төрт түсті. Тимур шағын. Төрт санын Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың шетелдік инвесторлармен келісім орнату басты мақсаты неде? Басты мақсаты неде? Көмектесуге жасады. Айда. Басқа елдермен қарым-қатынас құруы, өзі Қазақстанды басқа елдерге дамытып, осындай Қазақстандағы көмектесулерді өздіру. Жалпы инвестиция бойынша бұл Қазақстанға құюдың ең маңызды мәселелерінің бірі бұл Қазақстандағы жаңағы банкроттың шегінде тұрған компанияларды қайта құруға, жаңа технологияларды енгізуге осы шетелдік инвестицияны тарту міндеті қойылды. Сол себепті инвестиция бойынша қатынас орнатты. Жақсы, тамаша. Сонымен қоса топашылар, бағалау тарағын бердім ғой сіздерге. Соған бағалап отырыңыздар. Әрбір дұрыс жауап бір ұпайдан беріліп отырады. Үй тапсырмасын пысықтағаннан бастап ұпайларыңызды қойып отырасыздар ғой. Келесі оқушылар. Жақсы, келесісін қарап Аманды шығайы біріншісіне шығарып.
Бүгін 1990 жылы тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев қазақ-түрік қарым-қатынасын жан-жақты дамытуға қай қалаға сапар шекті? Келесі, Арсен. Қалған сандалар. Астына Қай жылы қай айда Қазақстан бұның Біріккен ұлттар ұйымының 168 мүшесі болды. 1992 15 сәуірде. Өте жақсы. Алып жүре беріңіз. Есілдар, шығар. Қазақстанда тәуелсіздігі алғашқы мойындаған мемлекет. Түркия. Отырамыз. Есілдар. жылы қай қалада Еуразия экономикалық саммиті өтті Алматы қаласында? Аида. Мемлекет Қазақстан ядролық қару қаны мемлекеттері салыстырғанда көп болды. Семей қаласын салыстырғанда. Семей қаласында ядролық қаруларды салыстырғанда Ұлыбритания, Франция және Қытай елдерден басым болды, көп болды. Жақсы. Алматы қаласында неше шетелдік елшілік ашылды? Азия елдері арасында негізгі бағыт ретінде қай мемлекет ерекше орын алды? 20? 21-ден. Жақсы. Қазақстан қай жылы Қазақстан теміржолдары ынтымақтастығы құрамына кірді? 1993. Алдияр, шығам. Соңғысы Алдияр. жылдың соңында неше мемлекетпен деп болғанша жақсы. Отыра ойыңызды. Жақсы, келесі екінші тапсырмаға назар аударайық, оқушылар. Аман оқып жүр, қосыңыз. Жұмыс формасы арқылы халықаралық аренадағы Қазақстанның рөліне баға береміз. Жақсы, тұрамыз. Белгілі бір позицияны өздеріңіз таңдап аласыздар бүгінгі жаңа тақырып бойынша, және де сол позиция бойынша өз ойларыңыз мен солай санаймын дейсіздер, және түсіндіріп себебін жазасыздар, сонымен қоса мысал келтіресіздер де салдарын жазасыздар, яғни қорытынды сөздерін жазасыздар, иә? Ал ендеше жазамыз. 1991 жылы Қазақстан неше мемлекет таныды? 1991 жылы соңында Қазақстан 108 мемлекетке таныды, 70 мемлекетте партиялық қатынас орнатылды. Қазақстан өз тәуелсіздігін қашан жариялады? Қазақстан өз тәуелсіздігін 1991 жылы жарияланған соң әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары біздің елге назар аударды. Жақсы. Қалай білесіз, назар аударыңыз? Не себепті білесіз? Тимур? Не себепті назар аударыңыз? Ядролық қарулардың болуы, иә? Жақсы. Арсен, оқиын. Сұрағымды қосын жауап бересің. Елбасы жарлығымен Семей ядролық сынақ алаңы қай жылы қай айда жабылды? 1991 жылы 29 тамызда елбасы жариялаған Семей ядролық сынақ алаңы жабылды. 1993 жылы 1 қаңтарда Қазақстан қандай ұйымның құрамына кірді? Қазақстан теміржол ұйымы теміржол ұйымына кірді. Құрамына кірді, жақсы. Ерсұлтан. Айта беріңіз. Қазақстан
Қазақстан бұл қай жылы айда мүше болып қабылданды? Демоктар ұйымына қай жылы? 1992 жылы 7 наурызда. Жақсы, келесі сұрамыз. Тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Назарбаев қай жылы Тегеранға ресми сапарда барды? 1992. 92 жылы. Жақсы, толық дәптеріне жазып иә? Жақсы. Енді тапсырма бойынша аяқтадық па барлық оқушылар? Жақсы, Нұрдәулет бастап оқыңыз. Біріншісінде мен халықаралық аренада Қазақстанның рөлі өте зор деп ойлаймын. Себебі Қазақстан қазба байлықтарға өте зор. Мысалы, көптеген елдер Қазақстанның қазба байлығын дамыту үшін көптеген шетелдік инвесторлар инвестиция салды. Салдарында Қазақстанда көптеген елдер танып, Қазақстан экономикалық, саяси, мәдени салдары халықаралық ұйымдар арқасында дами түсті. Өз позицияны ұсындым, өз позициямды түсіндірдім, мысал келтірдім, салдарын жаздым. Жақсы, Алдира бағалап отырасыз ғой, иә? Айда оқың. Қазақстан сахнаға шығуы маңызды деп санаймын, себебі Қазақстанның басқа елдермен көптеп көрсетіп, халықаралық тәжірибесін мойындатып, қауіпсіздігі мен аймақтық дамыту, шаруашылық, яғни басқа елдермен экономикалық байланыстарды орнатуға белсенді қатысуы қажет. Мысалы, Қазақстан сахнаға шықпаса, Қазақстанда әлі де ешкім танымайтын беді деген ой туындайды. Бірақ елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев сахнаға шығып, қазір Қазақстанды көптеген елдер танып, көп мүшелі Қазақстан болып отыр. халықаралық сахнасы, сахнамыз халықаралық сахнасы. Скриптор бойынша өзіңізді алыңыз. Мен өз пайызымды ұсындым. Мен екінші өз пайызасын түсіндіре алдым деп ойлаймын. Мысалын келтірдім, сосын мысалдарын жаздым деп ойлаймын. Жақсы, тамаша қарау. Бексұлтан. Қазақстан халқының сахнаға шығу жақсы жаққа әкеледі деп ойлаймын. Себебі Қазақстан Республикасын халқының қауымдастықтың тануы. Мен мына мысал арқылы дәлелдеймін. 1991 жылы Қазақстан өз тәуелсіздігін жариялаған соң әлеуметтік бұқаралық ақпарат құралдары біздің елге қорын аударды. Айналған мәселе бойынша мындай қорытынды жасаймын. Республика алдына өзіне деген жағымсыз қатынасы еңсеру мүмкіндігін құрайды. Жақсы. Нұрсұлтан аяғы бағалап тұрсың, дискриптор бойынша. Қайдан тоқтаса жүр? Менің ойымша ол өз позициясын нақты ұсына білді, бірақ позициясын бізге нақты ашып түсіндіре алған жоқ. Сонысы кішкене кемшілігі бола бастады. Ал мысал келтіргенде жақсы мысал келтірді, бірақ салдарын нақты қорытынды жасалды. Қорытындысын бізге нақты қорытындай алмады. Сондықтан птмс формуласы арқылы мен оған 2 ұпайды. Өзің оқып жүре ғой. Позициям жалпы Қазақстанның халықаралық сахнаға шығуы маңызды деп есептеймін. Себебі шет елдер Қазақстан деген сөзді естігенде бірден Қазақстаннан шыққан заттарды символ ретінде Қазақстан деген жаңағы Қазақстаннан шыққан заттарды көре отырып бірден Қазақстанды елестете алды. Және әртүрлі әнші, танымал адамдар арқылы Қазақстанды тани бастады. Үшіншісі мысал келтіру, еліміздің алғаш тәуелсіз мемлекет болған күндері елімізді әлемдік аренадағы елдер тани бастады. Үшіншісі қорытындай келе, Қазақстанның халықаралық сахнаға шығуы бүкіл халыққа маңызды мәселе болды. Әлемдік бұқаралық ақпарат құралдары біздің елге назарын аудара бастады. Жақсы, дискриптор бойынша өзіңізді. Менің ойымша мен өз позициямды ұсына алдым. Өз позициямды сіздерге нақты ашып түсіндіре алдым деп ойлаймын. Әртүрлі мысалдар келтірдім, аргументпен сөйледім деп ойлаймын. Үшіншісі, салдарын толыққанды қорытындай сіздерге жеткізе алдым деп ойлаймын. Тамаша сұрағы. Айда. Бірінші позиция халықаралық аренадағы Қазақстанның рөлі
жоғары болды деп санаймын. Себебі Қазақстан көптеген қазба байлықтарға, мұнайларға бай болды. Осы пайдалы қазбаларды игеру мақсатында шетелдік инвесторлар таратылды. Солардың арқасында пайдалы қазбаларды игеру оңай болды. Жалпы салдары, жалпы Қазақстанда тәуелсіздік алмас бұрынғы көптеген мемлекеттер танымады. Ал тәуелсіздік алғаннан кейін оның мұнай зауыттарға бай екенін біліп, экономика жағынан да жақсы екенін біліп, 1991 жылы соңында Қазақстанда 108 мемлекет bunu білді. Жақсы, дискриптор бойынша. Мен өз позициямды ұсындым, өз позициясын түсіндірдім, мысал келтірдім, салдарын жаздым. Жақсы, жақсы, Нұрайна. Мен Қазақстан Республикасының ядролық қарудан бас тартуы маңызды деп санаймын. Себебі Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өз сөзінде ядролық қарусыздандыру және таратпау мәселені айтқан болатын. Мысалы, Қазақстанның ядролық қарусыз мемлекет болу үшін 3 шартты орындауды ұсынды. Қазақстан өзінің ерік қалауы бойынша ядролық қарусыз мемлекетке айналу қажет деп қорытынды жасайды. Жақсы, дискриптор бойынша өз бағалаймын. Өз позициямды ұсынып, сіздерге айттым. Өз позициясын түсіндірдім. Мысал келтіріп, салдарымен қорытындылады. Жақсы, енді оқушылар қорытындылап жөнекей. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша жалпы өз ойларыңызды айтсақ. Бүгінгі жаңа тақырып бойынша не түсіндік? Қазақстан жас мемлекетіміздің халықаралық аренаға шығуының мақсаты неде? Қалай ойлайсыздар? Амандық. Бүгінгі тақырыпқа не түсіндің, не ұқтың? Бүгінгі тақырыпқа қандай ұмтылған шу? жас мемлекетіміз 108 мемлекетке жаңылды. Жақсы. Жақсы, отыра қойыңыз, Бексұлтан. Қазақстанның халықаралық арена ашылуы. Жақсы. Асен. Biz Қазақстанның Қандай ұйымдарға мүше бол? Біріккен ұлттар ұйымына, теміржол ынтымақтастық ұйымына, өзінің ядролық қарудың бірінші президентіміз тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаев бас тартты деп ойлаймын. Қару туралы жарлығы, Жақсы, отыра қойыңыз. Жақсы оқушылар. Ал тезек айта қойып аяғыл. Бүгін мен не білдім? Бүгін мен Қазақстандағы 80 жылдардағы ядроның ең маңызды болғанын білдім. Мен үшін Жақсы, келесің. Нұрайна, мен үшін не қызық болды? Мен үшін Қазақстан өткен мемлекеттермен экономикалық әлеуметтік жағдайымыздың бірге қосылып жұмыс жасағымыз. Жақсы, тамаша. Үшіншісі, Алдира маған осы тапсырмада Оған оңай болған тапсырма ол. Жақсы. Келесі апта оқимыз. Бағалаларын Алдира парақшаларыңызға бере қойыңыздар, қазір қараймын. Бүгінгі сабақта Алдира, Нұрайна, Айару 9 ұпайдан, Айдана Айару бере қой. Айдана Аида 7 ұпай, Ерсұлтан, Арсен 6 ұпайдан, Нұрдаулет 7 ұпай. Жақсы, сабақ аяқталып қалыңыздар.